Ertedegi ayyemgi zamanda, zamanның kadim şağında, ağar sudың sağası, ak kişi tonның жағасы, 6 aylık jurttың patçası. Жетім hem жесірдің атасы, ол қоқанда хан болған марда сорап отырған. Сұлтаны Сәнжәрі Мәзі ханның елінен, арғы атасын сорасаң, қара бура хан еді. Бергі атасын сорасаң, көгістің ұлы тама еді. Ол таманың ішінде жасы ұлығарсын Нәрікбай деп ат береді. Нәрікбайдай байларың мал дүниядан қаресіз еді. Бірақ бір тырнақтың дағы еді, бір перзенттің зар еді. Аны енді перзентсіз дүниядан bir перзент өтер болдым ау деген уақытында көрген жалғыз баласының аты аны Ершора еді. Ершораның туылған жерін Шорлақ дереді. Аны Ершора туылғаннан соң арадан 3 жыл өтер өтпестен Нәрікбай шал тағы бір қызлы болды. Оның атын Күмсай қойды. Ершора 7 жасқа келгенде пайғамбар сүннетін еттірді, 7 күн ұдай халыққа той берді. Ол уақытлардағы тойларда той тарқаған соң атасы баласының қолынан ұшылап көп жылқыға ертіп апарып, жылқыларды аралап, өзінің қалеуі бойынша Шұбар тай деген тайды сауғаға інам етіп, мынау сенің тайың деп еншіге атайтұғын еді ау. Жылқыман бабаның атын болса Қанжар би баба дейтұғын еді. Аны Ершора 14 жасқа келгенше атасы Нәрікбай Шораменен жаслас 40 баланы ата анасына сорап алып, бірге ойна тиіп жіберіп қойып еді. Ал ата аналарына болса азықлық ауғатларын беріп қоя беретұғын еді ау. Аны Ершора қасындағы 40 баламенен Сағалы Сары тау деген жерде ойнап қана мәс болып жата берсін. Ендігі гәпті ешітсең, халықтың жартысын сораған Ағдашлының Әліби деген бір бейі бар еді ау. Әліби күллерден бір күн құс салып шикар қылып жүрсе, бір көп есапсыз жылқыға түс келді. Жылқыларды аралап, бір көзіне ысығырақ, сияғы бөтен, түрі өзге шерік бір ойшы барды көріп, жылқыман бабадан, баба, бұл жылқы кімнің жылқысы деп сорады. Анда Қанжар би баба тұрып, шырағым, бұл жылқылардың иесі Нәрікбай деген бай деп жауап берді. Аны сол уақытында Әліби тұрып қиял етті. Әгер ұсыннан ауылға аман бара қойсам, 2 атлыны жіберіп ойшы бар атты алдырайын, патшалыққа лайық деген деп қиял етті. Әліби еліне қайты барып баяғы уәдесі ойынша патшасына хабарласпастан 2 атлыны Нәрікбайдың есігінің алдына жіберейіп, оларға ойшы барды алып келің деп тіккілі хүкім етті. Аны жасаулар бірнеше күн жол жүріп, азғана емес мол жүріп, таманың шетіне келіп, өздерін биден келгілігін білдіріп, Нәрікбайдың есігінің алдында зәңгіге шіреніп алып біріп, абай сиясаттан, қане, майдан қаш хабарласты, қане не деп тұрған секілді бұлар. Үйеңе қарасам сенің Саймасайдағы станда көрсем және малға жай біздер келген Әлібидің атлысы майданға ше хабарласқылы Нәрікбай. Жуап болды Әлібидің тілінен, қамарын тасламай буған белінен, майданға ше хабарласыл бай баба біздер келдік Әлібидің
yeleneyim. Seyel yetip Dağıstandı Karayday kartayganda adam nege Jarayday kurgan ekin dep köp şılkını Harallap şılkıda oy şu barday Sorayday. Şek maydanda koyuşu vardı Berersin sen vermesin bidin ahiret Körersin albi sorattı senin Hatındı yendigisin baba özün Belersin kanan azap ahiret Körmeymen desin öz hatındı özün işlabey Berersin Verirsin Şek maydanga koyuşu bardı berersen, sen bermeseng bidin ahiret görürsün. Әлби sorат senin atın diyendigisin baba özün bilersen, xandan azap ahiret tükürmeyme desin, öz atыңды özün gana uçlap berersin dep. Ane jasaular sözün aytıyıp bolgandan soň, Närikbay şal dalaga juwup çygyp. Hem kelgen jasaularga qarap. Hey bilerden kelgen kos atlım hoş geldin sapa kelipsin. Aytıp barışı bul gapti Әлibidi bilirge. Soragan eken bir taydı, berer edim ol begi bir tay tuğun taydı. Aytıp barışı bilirge 75 yaşka kelgende bir tırnaqtın dağ edim, bir perzentin zar edim. Ane endi dünyadan perzensiz bir perzent öter boldum o degen wagtynda. Körgen jalgız perzentin tilep algan şoranın. Enşige aytkan tayı edi. Bir almaspan ol taydı aytıp bar şivilerge dede. Ane bul gap değiştip jasaular lappa kiyine kaytı, Närikbaydyň sözlerini kaldırmay, ağızbay, tamızbay barıp Әлbiге aytdı. Әлbidiň kahar gazebe kelip, aşuğa minip, bayağı iki atlının kasına az bolsa tag iki atlı kosup, 4 atlıqlı yiyip durup aytdı. Ey, berse kolundan, bermese jolundan, ökşesini atqa bastırıp, ol moyununa kamşırıp, o iş vardı tap gözüne uslatıp iyesini Närikbay menen kosup ap kelin dedi. Ane biden perman bolgan soň 4 atlı Närikbaydyň yesiginiň aldyna kelip durup, bizdi sagancı berdi Әлibidi ullu bi. Bey soraydı sizlerden o iş var atı verirsin. Ötet senin günahdan bizim bilen jürersen köp jılga bararsan. Atı uçlap alarsan. Alıp barıp bilirge öz kolundan berersin ha. Bermey kalgan aybanyň kanday nam berse de indime gana alıp kaytarsan. Bul aytkandy kılmasaň bizler aman kaytpaymız. Sen qaharyňy uçuraysan korluk bilen berersin dedi. Korluk bilen berersin degen wagtynda Närikbay şaldyň tahat jany kalmady. Hem kelgen jasaularga karap güňrenip durup, "Kane, ne dep durgan sekildi bul?"
kurban ey. Yeter yedim men kulluk, nar sorasa veririm, at sorasa veririm, zer sorasa veririm. Yer şora atlı жалғыздың, еншіге айтқан бір тайын, әлі бейгеммен беріп, жылатып ялғы шораны, ялған шын жүзінде шырағым нетіп тұрарман ей. Бұл жуаттай ешетіп, бейден келген төрт атлы, ханда сөзін айтар ма, бей айтқан қайтар ма. Билерден келген төрт атлы, қары сенен қорқар ма. Алдымда баслап жүр деді, тілеп алған балаңды, айтқаныңды қылмас шораңды, көрсет баба сен деді. Анда тұрып нәрік бай, жүр алмаспан мен дедің ей. Бұл жуаттай ешетіп, бейден келген төрт атлы, тыңдасын бағарыны, өкшесін атқа бастырып, тегішлеп салып әлгіне. Мойнына қамшы ұрады, қойнына қанын ағызып, шора жатқан Сарытауға жасауыл айдап барады. 40 баланың ішінде шора ойнап жүреді. Алдына салып айдалған, шейірін жаны қиналған, кейніндегі жасауылдың астында бедеу ойнаған бір адамды көреді. Қасындағы балалардан ей, анау кім деп сұрадың ей. Танитұғын балалар алдына салып айдалған, шерін ғана жаны қиналған Нәрікбай атаң құсайды. Шылуақлары ершіра есіткен соң бұл кәпті, беделері қалтырап, жекке шығып балалардан айтып аузын жұмғанша, ескен самал тыңғанша, келе бердей жасауыл Нәрікбайдай атасының тұмтысынан қамшылап, Нәрікбайдай қарының көзінің жасы тамшылап, шылуақлары ершіра атасына қарады. Бұл не деген сауда деп атадан бала сұрадың ей. Еш нәрсе емес жалғызым, мені айдап киятқан әлі бейдің атлысы, көрмегеніңді көр деді. Саған айтқан еншіге ойшы барды бер деді. Киятырман шырағым, оларды саған мені ерітіп, менің мынау болғаным. Шырағым мені көр дейді, оны туған бұл байтал тағы туар шырағым. Сұраған екен әліби, тіресуге хал берме, атыңды бер құлынымай. Анда шора сөйледі, ғаріп атам сен деді, гәпке құлақ сал деді. Мойныңнан аққан қаныңды, жасауылдың талабы, шығармаға жаныңды. Не себептен ағызды, мойныңнан қызыл қаныңды. Атасы болған Нәрікбай бұзық көріп баласын. Әй жалғызым ершіра,
Жасауылдан болған жоқ, театр еді жалынып, мойныма шықты бір шейхан, саған жақын келгенде кетті балам жарылып, жаман іс болып қалар деп нәрікбай алдап баласын, оны берген құдайым тағы берер біреуін, жыламаспыз тіресіп ағдашлы елдің тұлғасын, бір айғырдың седігі бір биенің құлыны, айтылған бұрын сөздер бар, сен әр перзентім, сорлар менен қас болма, өзі жұрттың иесі, сен бермесең шұбарды, әлбейді ұлы бей, әрбір уақтай шырағым, намыс менен ол алар ей. Бұны айтып болған соң нәрікбайдың үстіне ат айдады жасауыл, өлмесіңнен сен бұрын басла қарры жылғыны, табың енді сен қарры жүретігін күзарды, қолға дәру бер баба, жылқыдағы шұбарды ұрар болды жасауыл, атты айдап бабаны көзге ілмей жасауыл, келіп тұрған шораны анда тұрып нәрікбай